Әлемдегі ең ұзақ One Piece анимесінің басты кейіпкері Луффидің күші шын өмірде мүмкін бе? Сіздермен бірге Темірлан, біз бастаймыз. Осы жүктен көріп тұрғандарыңыздай Луффи өзінің балтыр бұлшықеттерін резинаға айналдырып оларды насос ретінде қолданады. Солайша ол өзінің күшін, жылдамдығын арттыра отырып, өз қарсыластарын жеңеді. Енді медициналық тұрғыдан қарастырып көретін болсақ, аяқтағы балтыр бұлшықеттері бұлшықет веноздық помпа қызметін атқаратын болады. Яғни балтыр бұлшықеттері жиырылған кезде, мысалы жүргенде, тұрғанда, спортпен айналысқанда, олар веналарды қысып ішіндегі қанды жоғары қарай итеретін болады. Бұлшықет жиырылып босап отырған сайын қан жоғары қарай жүрекке қарай айдалып отыратын болады. Осылайша балтыр бұлшықеттері біздің организміміздегі екінші жүрек рөлін атқаратын болады. Енді Луффиге оралатын болсақ, Луффидің күші шын өмірде мүмкін емес, себебі адам организмі мұндай күшке, мұндай қысымға шыдамайтын болады. Ал Луффи резина болғаннан кейін ол мүмкін. Ал енді сен білесің.